құрметті қазақ елі, бірнеше күннен бері әлеуметтік желіде тарап ақпараттағы Қасымбаев Хасан деген мен боламын. Талғарда болған қайғылы оқиға, Шерзат деген баланың қазасына, туған туысқандарына, әке-шешелеріне қайғырып көңіл айтамын. Әрине қиын, жас өлім ешқайсымыздың басымызға бермесін. Мен де әкемін, 3 бала тәрбиелеп өсіріп отырмын. Біздің отбасымызға да әрине оңай болып тұрған жоқ. Қанша күннен бері ұйқы жоқ. Жалған ақпараттар менің және менің отбасыма бәрінің мазасы кетті. Қанша күннен бері ұйықтамадық. Банда деп жатыр, ОПГ деп жатыр. Ондай неге менің қатысым жоқ. Заң алдында сотталмағанмын, заңмен ешқандай проблема болмаған. Әрине жаңағы інісі сотталған, анау деп айтып жатыр. Інім 2017 жылдан бері өзінің жазасын өтеп жатыр. Заң бәрімізге ортақ. Сондықтан жалған ақпарат таратпауларыңызды сұраймын. Адвокат жалдадым. Адвокатпен қоса осы жалған ақпарат таратқан тұлғалардың бәрін заң түрінде жауап беруін сұраймын. Және де мен туралы айтылып жатқан Хасан үйткен деп көп нәрселер айтылып жатыр. Заң орындары бар, болмаса маған тікелей келіп, болмаса заң орындарына барып арызын жазсын. Біз заңды мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Қанша күннен бері ұйықтамай, мазамыз кетіп, ойымды жинақтай алмай отырмын. Айтайын дегенім, жалған ақпарат таратпауларыңызды сұраймын. Болған оқиға қылмыскерлер ұсталып, заң бойынша өзінің жазаларын алады деп ойлаймын.